Так, сәлеметсіздер ме балалар? Сендерге интеграл туралы келесі сабағымыз беріліп тұр. Айнымалыны ажырату, алмастыру. Алмастыру әдісімен. Былтыр өткенбіз. Тағы да бір еске түсіріп жүрейік. Тағы да осылай бір сабақ беремін, ол бөліктегі интегралды. Енді мына жерде айнымалыны алмастыруда бізге қиын. Мысалға дәл мына бірінші есепте мына x минус 5 түбірінің астында тұрған. Мысалы екінші есепте мысалға мынау 2x минус 3-тің 8 дәрежесі деп тұр. Соны алмастырамыз. Мына жерде біз дифференциалдың астына енгізу, яғни синус арқылы өрнектеуіміз керек, түбірасында синус тұр. Сол сияқты көрсетіп жүрейік. Бірінші есепке екен 2x плюс 1 көбейтілген түбірасында x минус 5. Проблема түбірасында x минус 5 тұр. Жалғыз x тұрса бөлек еді. Сондықтан x минус 5-ті біз басқа бір әріппен т-мен алмастырайық. Осы жерден x табатын болсам т плюс 5 болады. Екі жағын тауымыз тапсам dx тең dt. Енді қайтадан жазып шықсақ не болады? Интеграл 2x, яғни 2 t плюс 10 2x плюс 1 жақсы жауабы түбірасында x минус 5 деген сол т. dx деген dt болды. Енді ары оңай кетеді. Жақшаны ашатын болсақ, интеграл тұра берсін, пока интеграл алмаймыз. 2 t-ны t-ға көбейтетін болсам, 2 t-ның 1,5 дәрежесі. 11-ді түбірасына t-ға көбейтсем, 11 t-ның түбірасы деген сол жарты дәрежесі. dt. Ары қарай 2 деген тұра береді. Біріншінің жеке-жеке интегралымыз 2 тұра береді. T-ның 1,5 дәрежесі интеграл, T-ның 2,5 дәрежесі. Бөлінген 2,5, 5 бөлінген 2. Плюс 11 тұра береді. T-ның жарты дәрежесі, енді 1,5 дәрежесі. Бөлінген 1,5 емес, 3 бөлінген 2. Плюс c. Тең ары қарай реттейміз. 2 сізге шығып кетеді. 4 бөлінген 5. T дегеніміз не еді? Қайтадан орнына қояйық. X минус 5-тің 2,5 дәрежесі. Плюс 22 бөлінген 3, t дегеніміз ол x минус 5-тің 1,5 дәрежесі. Плюс c-ны ұмытпаңдар. Екінші есепте дәл солай жаңағыны айттым. 2x минус 8-дің 8 дәрежесі, x минус 3-тің 8 дәрежесі. Сол 2x минус 3-ті t деп белгілейік. Олай болса, x-іміз t плюс 3 бөлінген 2, туындымыз dx. t бөлінген 2-ның туындысы сол 2-ден 1 dt. Осы үйінде жазып шығатын болсақ, интеграл x-тің орнына мен t плюс 3 бөлінген 2-ні сыртқы 2-ден 1 деп шығарып sayым. 2x минус 3 дегеніміз ол t 8 дәрежесі dt. dx-ның орнына 2-ден 1 dt. Мына 2-ден 1 сыртқа шығарамын. Сонда алдыңғыдағы 2-ден 1 мен 2 көбейіп 4-тен 1 береді. t плюс 3 көбейтілген t-ның 8 дәрежесі dt. Жақшаны алатын болсам, мен 4-тен 1 тұра берсін. T-ның 9 дәрежесі плюс 3 t-ның 8 дәрежесі dt. Енді жеке-жеке интеграл ала саламыз. 4-тен 1. T-ның 9 дәрежесі деген сол t-ның 10 дәрежесі бөлінген 10 болады. Плюс 3 тұра берсін. T-ның 8 дәрежесі деген сол t-ның 9 дәрежесі бөлінген 9 болады. Плюс c. Ұмытпаңдар, t-ның орнына кейін қайтадан қоямыз. 2x минус 3. Өйткені бізде есеп x-пен берілген, сонымен аяқталу керек. Келесі есепте. Мына жерде дифференциалдың астына енгізу. Косинус x-ті d-ның астына енгіземіз. Яғни міне түбірасында синус x-іміз тұр. Косинус x дифференциалдың астына барған кезде оның алғашқы функциясы, косинус алғашқы функциясы синус x. Сонда d синус x болып кірді. Енді синус x-ті t деп алатын болсақ, не болады? Түбірасында t, d, t. Түбірасында деген t-ның жарты дәрежесі, яғни оның интеграл t-ның 1,5 дәрежесі бөлінген 1,5 енді 3 бөлінген 2. Плюс c. t-ның орнына қайтадан қоя саламыз. t дегеніміз бізде синус еді. Синус x-ның 1,5 дәрежесі деген синус x, көбейту синус x бөлінген 3 плюс c. Дәл сол сияқты мына есепте де. Мына есепті просто көру керек балалар. Ол үшін интегралдар кестесін жатқа білу керек. 1 бөлінген косинус квадрат деген 1 бөлінген косинус квадрат x көбейтілген тангенс x плюс 1 деп көріп тұрсам да бұны. Және 1 бөлінген косинус квадраттың алғашқы функциясы тангенс екенін білсеңдер, яғни мынаның астына оны тангенс қылып кіргізуге болады. Сөйтіп кіргізсек, интеграл тангенс x плюс 1-іміз тұр. Мынауымызға дифференциалдың астына енді ол d тангенс x. Неге? Өйткені тангенс туындысы 1 бөлінген косинус квадрат x. Сөйтіп тангенс x t деп білетін болса, онда ол былай болады. t плюс 1 dt. Енді t-ның туындысы интеграл t квадрат бөлінген 2 плюс t. T-ның орнына қайтадан тангенс қойсақ, тангенс квадрат x бөлінген 2 плюс тангенс x плюс c.
үш соңғы мысал енді косинус куб. Мына жерде кубты ашып қажеті жоқ. Мына жерде енді былтырға шығарамыз. Косинус x көбейтілген косинус квадрат x десеңдер көрінеді. Косинус x қазір мен кіргізетін болсам, синус x болып кіреді. Өйткені синус тонысы косинус. Мына косинус квадратты мынаның орнына бір минус синус квадрат x деп жаза аламыз формула бойынша. Сонда не болады? Косинус квадраттың орнына бір минус синус квадрат x деймін, d синус x. Синус x т деп білесем, мысалға, 1 минус t квадрат dt. t квадрат. 1 дегеніміз ол t квадрат дегеніміз t куб бөлінген үш интеграл. Енді t-ның орнына қайттан ең соңына t деп бізден алмастырдық. t дегеніміз синус x еді. Синус x минус синус куб x бөлінген 3. Плюс тұсынан. Осымен міне сабағымыз аяқталды. Қазір екінші сабақты да жіберіп қалармын. Сау болыңыз.